Іш қатуды күшейтетін 4 қателік. Егер де сіз ішіңіз қатып, үлкен дәретке отыра алмай жүрсеңіз, сізге арналған осы 4 қателікті міндетті түрде жаттап алыңыздар. Күнделікті орындайтын болсаңыз, іш қатудан алдын алатын боласыздар. Жалпы бірінші қателік ол суды аз ішу. Көп адамдар таңертең уақытта су ішпейді, күнделікті мөлшерін білмейді. Егер де сіз суды аз ішіп жүрсеңіз, бұл ішектің дұрыс жұмыс істеуіне кедергі келтіреді. Яғни бізде су өтке көмек береді, өт аққан кезде ішегіңізге түсіп, ішектің перистальтикалық қызметін жақсартады. Сондықтан суды таңертеңгі уақытта 1 стакан ішу керек. Және судың нормасы бізде 1 килограмм салмаққа 30 мл. Күнделікті суды ішіп отыру керек. Екінші қателік талшықты аз жеу. Яғни талшық өнімдері бізде клетчаткалар жатады. Күнделікті салатный лист, укроп және де көптеген өнімдер бізде клетчатка өнімдері жатады. Егер де осы өнімдерді пайдалансаңыз, сізде іш қату азаятын болады. Үшінші қателік бізде міндетті түрде ол қимыл қозғалыс. Яғни сіз күнделікті қимыл қозғалыс, компьютермен жұмыс жасайтын болсаңыз, немесе көп машинада жүретін болсаңыз, за рулем жүріп жұмыс жасайтын болсаңыз, бұл қимыл қозғалыс іш қатуға алып келеді. Сондықтан да сіз 15 минут, 20 минут жұмыс жасадыңыз, хотя бы 1-2 минут тұрып жүріп келу. Сол кезде сізде ішек қызметі, қан айналымы жақсы болады, іш қатудан арылатын боласыз. Көп адамдар осы компьютерде отырады, жаңағы диванда отырады, диванда жатып кино көреді деген сияқтының бәрі қимыл қозғалысының аздығына жатады. 4-ші қателік туалетке баруды ұстап жүру. Мысалы, үлкен дәретке сізге сигнал келді, бірақ сіз белгілі бір телефонмен сөйлесіп жатса, или біреумен сөйлесіп жатса, сіз кейінге қалдырдыңыз. Бұл не істейді? Ішектегі рефлексті бұзады. Келді, бірақ сіз ары қарай шығарған жоқсыз, ол қайтадан бет жинала береді ішекке. Соның әсерінен сізде іштің қатуы, іштің кебуі, ауырлық сезім болады. Бұл өттің жұмысына, ішектің жұмысына кедергі келтіріп, одан сайын организмдегі токсиннің жиналуын көбейте береді. Егер сізде осы іш қату неше жылдан бері кетпей, 10 күндеп, 2-3 күндеп, даже күнде отыра алмай жүрсеңіз, отырсаңыз да бір ішіңіз босамаған сияқты, ішіңіз кебіп, шарт сияқты ісініп жүрген болса, сіздерге арналған арнайы телеграм канал дайындап қойдым. Ол жерде іштің кебуі мен іштің қатуынан 7 күнде арылатын боласыз. Бағасы небәрі 1990 теңге. Егер алғыларыңыз келсе, комментарийге телеграм сөзін жазыңыздар. Сіздерге арнайы сілтеме беремін, сол жерге оплата жасап, доступ ала алатын боласыздар. Ол жерде бүкіл емдік схемалар бар. Көптеген себептерді жою, не үшін іш қату болып жатыр. Сондықтан бұл өте сіздерге пайдалы сабақ болады. Және де менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Әлі де іш қату туралы пайдалы видеолар болады. Міндетті түрде жазылып алыңыз.